Эшреф Шемизаде, Аслыхан. Поэма «Дестан». Койде тушып деведен давыл куйогын деп сып бара мышықдай чолпанларның евіне. Яваш-яваш оксырып чолпан айны уянта, оңа жеми ишлерні бірер-бірер аңлата, ярын саба евден баш чықарманы сақын дей, күндешіңіз жадының күні сааты яқын дей. Қырда есе уч доғмыш не олғанын біле алмай, әнеже шейх сөзінден өзлеріне келе алмай, хақ емріне бойсынып отыралар намазға, күліс халпінен башлайлар, дуа сена ниязға, әйгедесіз хурафат зерінден сарғышлар. Әйгедесіз молла шейх құрбанлары байғұшлар. Дүние деген жефа екен, яқшыларға жүрім жоқ. Дүние деген сефа екен, яманларға өлім жоқ. Бір евде ұр патласын, ойын, күлгу, той дүгін, дигер евде фелакет, қайға, матем, емме күн. Бірі отмек тапалмай, бір кере еп тоймаға. Дигері ер тапалмай, парасына қоймаға. Кімісінің көзі жоқ, халғамыны көрмеге. Кімісінің ақы жоқ, ежелінен өлмеге. Шу ғамлы яз гежесі яры геже авғанда, уч доғмышны төпеде джин шайтанлар буғанда, яшын-яшынап, көк гүрлеп, қойя чилле яғмыра. Селе яғмыр тазерте койнын бір яғыны, дерсін бұ сел кімгедір көкнің сонке бақшышы, бұғыдырды кімгедір көкнің ләннет қарғышы. Еп келген сағанақ ерні яқшы еуған сон авышып қыблаға яваш-яваш тынған сон, ая-ая-ясы, қачан тиер файдасы, яз тимесе қыш тиер бейбарсымның файдасы. Қочанайым юқласын, қырмызы гүллер қоқласын, яд бағырына сенген сон, анайчығын yoqlaсын, деп оғлыны юқлатып Аслыхан, ах балам деп, чықа-тышқа яваштан, уянмасын анам деп. Тез-тез түше көтеріп гүгімлерін қолына, талиыны күлдірген сырлы чешме yoluna. Сырлы чешме дереде тап өзеннің қатында, Аслыларының евелкі жәмпік еві артында. Алла-алла, Аслыхан, саба қаранлығында не әжеле ішін бар ұзақ чешме янында. Балалығын тұштымы пат деп бір денесіңе, яман бір туш көрдің мұ йоқса геже түшінде. Йоқса сырлы чешменің суы дертке девамы, есінде ме еткенін йоқса кебір руямы, не ішін бар гежелей койның бұ сарп yolында. Ақыл етмей іч деді қыз баланың сырына. Тез-тез юрып Аслыхан ете чешме башына. Гүгімлерін пышылдап қоя текне ташына. Қаранлықта чешменің шылдыр-шылдыр аққаны, суының мермер текнеден сызып ерге сарққаны, жаңандыра Аслының қалбінде бір ақшамны. Темір севге арс еткен ұмытылмаздаққаны. Темірханның, бақ қадам, саңа бір қач сөзім бар. Енді бізге менімже айрылық жоқ, өлім бар. Разы олсан, қалбым сен, жаным сенсін, Аслыхан. Көзім ашып көрежек, ярым сенсін, Аслыхан. Ай ярығы девлеттір, қыз аруы Аслыхан. Қайтар мекен юзымының қыз аруы деген sıcақ сөзлерден қалбы жоша езіле. Бұ ерчекте шымдіде ешіткендай сезіле. Яшайышның лезеттін ilk шу ерде татқанын, sevgilisin шу чешме янчығында тапқанын, шымды ғарып есете en бір бұйық ақтайын. En sevimli құлларға насып болған бағыттайын. Жошқынлықтан боғылып көзлерінің яшына, таяй қызғын янағын суық мермер ташына, бақыттан ғамдан еніп қалқа көкрегі, әйгедесен көз яждай теміз пак
кыз юреги. Біраздан соң Аслыхан тез-тез келіп өзіне, гугумлерін толдырып түше келген ізіне. Сырлы чешме суыны евге келіп қыздырып, кіре төрде одаға, сачыларыны тоздырып, чеклеп içten қапыны күрсүчікке сойына, челеклерге су ашлап, яш балада юына, суда көріп суретін өз-өзіне суқлана, бақып пембе теніне, ғорурлана, зевқлана. Бір вақытта хастажа назик начар бұқысчық, ақранлары içinde көрімсіз бір наргузчық, шымды қанша севінсе, севінмеге ақы бар. Келіндешлер огынде керілмеге вақты бар. Мемелері беллерсін, киік яйла гүлчігі, инже назик белчігі дерсін жейран белчігі. Сом күмішдай омызлар, бір көрмесі 100 алтын. Алтын мақаз жамызлар үстемесі 1000 алтын. Янбашлары толушқан, қарынчығы төгерек, санки дерсін әлемге көктен енген бір мелек. Баштан аяқ гүл қоқып, чықа аслы юынып, кефін кебі бейін-бейаз сілежекке бұрынып. Кие кетен ен көлмек, ал келінлік фистанын, епек қайтан тұтылған мор чабуылы қафтанын. Жиыныша тарана күзгүчігі огынде, недайдыр бір еңгілік сезіп бүгін юзінде. Темірлерге өйлелік одыр-будыр азырлай, отмек соған сарымсақ, пенер, қақач, қазы дай неметлеріні сала бір бұйықче еп турбаға, ала бірде қошқұлақ толдырып баш бозаға, опып яваш бейбарсыны орселене ашыққа құшлыққа жеке чікмей, бармаға жар башына. Не чундыр қызының бүгін раатсыз олғанын, әрекеті юрушы башқалашып қалғанын сезіп тұрған анасы, Аслыханға ялынып, сен ят қызым раатлан, сесін қалған қарылып, юзын козын қызарған суық тейген бір сөзсіз. Бір күн ятсан тұрар сарымсақдай тен дұрыс, сен ят, сенің еріне мен барарман қызчығым, сөзлерімні қайтарма ялвараман қызчығым. Деп тұрса да зар қылып, Аслыхан, Йоханайым, мен аруман, бағышла, бүгін өзім барайым. Шу ешілген есарны көрейім өз көзімнен. Евге алып қайтайым Темірханны өзімнен. Бұ беладан сонанын башы яман қабақтыр. Барып көңлін көтерсе манайчығым саваптыр. Сіз бейбарсчы қоянса битай торын екіңіз, біздің қаршыламаға су бойына келіңіз. Деп чарчабік башына марамасын япынып, жар башына yol тұта, янған отқа қабынып. Тез-тез өте оқынып мезарлықның қатындан санки дерсін ғарыпны кімдір қува артында. Ей, көңілчен оқыйжым, талидашым, аддашым, өйкен олсан, ағам, аптем, күчік олсан, қардашым, туған тілінің тупсыз зенгін қазнасыны саралап, бұ есерні тек саңа деп башладым мен қарарлап. Көз, юрекнің күзгісі деп бақып халқының көзіне, жүле бердім дестаныма халқымның чын сөзінен. Емірлерге қошып сені көп ерлерде юрсеттім, мүмкін қадар адамларының чешітлерін көрсеттім. Таныш еттім китапның баш қараманы Аслынен. Фаджианың en аяти, en insani фаслынен. Шымды есе дестанымның сон кебейтін язмаздан, саңа бірқач теклифім бар, сон ноқтасын қоймаздан. Дестанымның бұ ерге же оқыған сон белки сен безіп, еснеп, не де ұзун бір шей дерсін içinden. Ола білер мақсадымны илмейіп іч назарға, еліндегі китабымны ырғытырсын кенарға. Яда оқы башлаған сон есерні илгбетінден, тап сонына чықмаған же бірақмасын елінден. Аслыханның тағдыріне көңлің сызлар хорланыр, Темірханға жауабыны оқып, көзін торланыр. Тез-тез оқып білмек істеп Аслының сон күнлерін, сабрын түгер, оқымаға дестанның сон сөзлерін. Оқуйжым, бұ есерні насыл қаршы алсан ал. Истер окун, истер севін, истер мені соғып сал, аджы татлы сөзіңні дінлемеге азырман. Мектуп yazсан саңа жауап бермеге де разыман, ама барып китабыңда филан фистан жоқ десен, оч-оч, мач-оч, чачор-мачор, мачав-чачав жоқ десен,
Не апайым окуйжум, элимден шу келгени. Демек, токал акылымнын шунча экен билгени. Кыскасы, бу акта насыл олса олсун меслегим, шымды достум, меним сенден екене бир истегим. Сонуна жоохуп чыкып шу бир алкы эсерни тилимиз бек зеңгин экен десең, мага жетерле. Эбет зеңгин, акыраны ас рус тилинде айгурликте, татлылыкта, саделикте, назикликте, тузликте. Бу зеңгин тил халкымыздын калп себинчи, фиганы. Турки тиллер гүлзарынын эң чечекле фиданы. Менин ишим шу фидандан суслуу гүллерни термек. Сону алардан демет япып, кайтып халкыма бермек. Мында бар куз гүзеллиги, далгаларынын ойкеси, сәр вакты тазелиги, кежелеринин бусеси, ешил ашлык чубултысы, ыс кокусу бар мында. Мукаддераты бу тилнин яш келинлер багырында. Мында асрет аналарынын бет дуасы. Мында бейбарс бораларынын иктидары, диясы. Жайкы баштан эскен элинин талгынлыгы бу тилде. Яраланган шайын кушунун чылгынлыгы бу тилде. Бу тилден куч гыда алган боз ийгитнин жорабы. Меңли сулуу картанайнын чорасына жылабы. Бир чоқ медени халкларда олган кеби бизим де иште бойле казнамыз бар элимизде бүгүнде. Бу тил, достум, менин, сенин, халкымыздын анына, юрегине, зээнине, дамарына, канына сиңген саби чагымызда анамыздын сутунен. Айненинин татлы шырын эзгисинен, бейтинен. Севингенде кубанчыны халк бу тилде билдирген. Тарсыкканда яныгынды кене шунен сондурген. 1000 yıl бурун халк бу тилде табынган Алласына. Калбыны бу тилде ачкан ашык машукасына. 800 yıl bundan алдын Кырымлы Махмуд Касым кефеде бу тилде язган Юсуф ве Зулейхасын. 700 yıl эвел бу тил халкара тил танылган. Дипломатлар бизим тилни огренмеге ынтылган. 1600 сенелери шайри Лейла Бикеч комшуларда дегил кадын, шайырлер жок экеч, якын шаркынын түрки шайыр мушайрелеринде бейт токууда пек чокларын чыкармаган огуне. Бір күн бойле бір ярышта саделикни редеткен Хайям кеби ялныз шарап мезелерни мет еткен оппа мамур шайырлерге күлкү шака кората арасында Лейла Бикеч юзлерине карата: «И шу нуше неме долу софрая гоз атмагым. Аят зевхы ферахлыгы келмес ялныз бу иле. Бак, сен ляле гиби суслю нарын чичек шукранле, бутун умру гыдаланыр. Факат соган су иле», деп мет еткен канааткар суслю нарын лялесин. Саф эдеби тилимиздин гурлетип шелялесин. Сон буларны биле туруп насыл этип жошмайым, насыл этип гурурланып sevinmeyim, ташмайым. Сенде буну эшиткен сон насыл этип жошмассың, юрегин таш дегил эсе sevinмессиң, ташмассың. Оз алымжа мен шунун чун геже күндүз урунуп шиириме сөз жевхерин шу казнадан кыдырып, сатырым яшка картка аңлайышлуу болсун деп, бу асыл тил яш неслинин димагына толсун деп, Кениш Кыпчак дериясынен толу нефес аламан, чүнки мен де шу дерянын бір тамчысы оламан. Умур бір yol, гүл тач камут, кайгы кубанч, эрк зулум, күлгү көз яш, бешик табут, юрме кулум, юр кулум. Умур токлук ве ихтияч, жокуш, эныш, матем, бахт. Бу избатка ичде муктач болмаган бир акыкат.
Тек күлгінен аят күлмес, көз яш yoldaş olmasa, күз гонжасы яшап көрмес, яз гүллері солмаса. Doğan өлер, шыққан енер, күлген ағлар, бұ қанун. Падшалықлар күлге дөнер, құллар үзер бұғағын. Бұ қануны азмет алмас, doğmас бұрын өлгенлер. Ер Алласы деп чоқ еллар Сталинні білгенлер. Бұ қанунға қаршы чықар конъюнктуржы жұмранлар. Барған еріс фоқыр олса, бір көзіні қымғанлар. Бір языжы есерінде ақтабанны кішнетсе, шиірінде далға яда деңіз сөзін ішлетсе, бақ сен халыққа ватанны хатырлата бұйырып, деп донослар yazып башлар, бойлеттіплер көгеріп. Базар тесі радиодан орнын yolu йырланса, шу ялтадан таш юкленсе, дертлі қавал ағласа, шу дақасы башлар жұмран анонимка язмаға, мұнда дұшман қолы бар деп халыққа чұқыр қазмаға. Яда дейік бір тарихчы А. Медиев ақында бір мақале yazса, 80 сенелігі вақтында Чар думасы депутатын мақтай дұшман ялағы деп органға донос yollar, бұ ялтақлар ялтағы. Олар үшін Медиевдай ұлы зат та мұнафық. Медиевге Ленин берген мұзбет ат да бір капық. Бұ қавмының жеми іші милли рухны боғуда. Медениет әдебият ішімізні йықуда. Оларға тек vicdansızлық, пұштлық олса олғаны. Донос үшін көпче сақта достлық олса олғаны. Бұ тарафта истер яшлық милли рух не білмесін. Өз ватаны, өз тарихы, өз тілі үшін көймесін. Бұ қавмының оларнен іч алақасы іші жоқ. Тек өз еві аман қалсын, тек өз қарны олсын тоқ. Бүгін ватан асіретлігі бізні яқып еққанда, адалет ақиқат үшін ақлы талап шыққанда, теміз суны бұландырмақ бойлелерінің ниеті. Бұ оларға Сталиннің ташлап кеткен иллеті. Бір яман инжір кесер, екі яман чылбыр кесер, үш яман ел берішсе тіллерінен зінжір кесер. Чилле таны бозарып, қаранлықны болған сон, яғмұрдан сон қызарып, алтын күнеш доған сон, Яваш-яваш ташчылар жар башына жиыла, шегірдінен молла да келіп жапқа құрула. Аға қардаш үч туған, ач ұйқысыз, медарсыз, Девлетленің сөзінден қорқып кетіп қарарсыз асабланып юрелер, тілсіз девар бойында. Көзлеріні бақырайтып, койнын ұзақ yolына. Жоқ кечмеден авлақта пейда ола бір қадын. Дерсін байғуш сабадан ізлеп шыққан мұрадын. Шай дерекеч адамның етін тенін титретіп, шейх бабаның шайгірді күтік күбі торс еріп, башлай тітіс сесінен кетірмеге салават. Шейх де açып қоларын, ей мұслимін жемаат, вақты келді худаға боржынызны бермеге, гунанызын ұстыны құрбан беріп ортмеге. Білер-білмес олғансыз жин шайтанлар алеті, Койынызның ішіні тұтқан таңыры ләнеті. Ичіңізде қайсыдыр қадын yolын шашырған. Эшет даду бин вешваш деген жинге баш ұрған. Енді тез-тез атмақ чүн башыңыздан ләнетіні құрбан бермек керексіз келе атқан иллетіні. Ей мұслимен, бойсынып таңыры емрі күчіне, шу қадынны қаланыз шу таш дивар içine. Егер ұқ-мұқ деп тұрып ояқ-бұяқ бұрсаңыз, олажақ іш олған сон, бұрчаланып тұрсаңыз, эше дүлелля шу саат чарпынырсыз, олерсіз, гунанызын ежірін жейенемде төлерсіз. Евел Аллах, сон Аллах бағышласын сізлерні, евме машер күнінде ярлығасын сізлерні, деп гежекі сөзлерін бүгін кене текрарлай, емірісе қорқудан ташчыларны зықарлай. Аға ені үч доғмыш, құлақ шейхте, көз yolda, қорқып қатып туралар учурым жар бойында.
Келе жатқан бұл қадын бар мекен, көз мекен, өз жанына қаст еткен келін мекен, қыз мекен, деп Темірхан өзінше чешіт ойға далғанда, барып асылым олмасын деп шубеге қалғанда, танып бірден ел бойы келе жатқан асылыны, ура ерге өзіні жоя ятып ақлыны. Есін біраз жиған соң ғарып қорқа шашыра етіп келген елалы, аслысына адыла, гүл бұғадай окырып, ағлай, күле, оксыне, бір ағыз сөз айталмай, баса оны көксіне оқшай, өпе сачларын, янақларын, көзлерін, ерге чөкіп құчақлай, аяқларын, тізлерін. Аслы исе еріне не олғанын біле алмай, шақалығын, чыңлығын, іч фарқына бара алмай, вайнапайым анайым деп ұтанып қызарып, ер ярылса тап ерге кірежектай бозарып, Темір, неге шай окелендін пек жаным? Ал өзіні еліне етме жаным, кел жаным. Ақай деген әрдайым өз күшіне сайыптыр. Кімден, девлетлі шейх бабадан айыптыр деп бақса да, Темірхан текмел жойып ақлыны, ташчыларының қолына теслим ете аслыны. Өзі күліп, деліріп, дауыр салып етрафқа шығып кете мejнундай, башы баққан тарапқа. Ах, Темірхан, башыңны алып шығып кеткенже, жандан татлы аслыңны шайтып құрбан еткенже, япышып шумолланың сақалына, сачына салмайсың мұ сопанен масаңа деп башына? Демір, челік бір қалқан олмайсың мұ аслыңа? Ах, Темірхан, язық сенің адына. Қалавжылар бұл мұтқиш фажианы көзетіп, Явур шейхнің емріні ақ емрі деп үкметіп, қорқып таңрық шымындан япышалар қадынға, сүйреп алып келелер таш дыварның қатына. Аслықан, ей ағалар, біраз сабыр еленіз, Темірханға не олды, қайда кетті, сөйленіз, бұл не зейчу қиямет, менден нечін гизлейсіз, мені қайда тартқычлай, не япмаға істейсіз? Шейх Хазретім, бұл насыл ежел қаза башыма, деп тұрса да заваллы боғылып көз яшына, құлақ асмай муслим шейх құрбанының сөзіне. Шегірдіне баш сілтей, яш кетіріп көзіне. Шегірд бірден атылып, қапқа четіп аслыны, Евсанияның ачтыра ен ақырғы фаслыны.